мүгедектігі бар адамдарды қоғам өміріне толыққанды интеграциялау үшін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қоғамдық бірлестіктердің ұсыныстарын, халықаралық тәжірибені және Біріккен ұлттар ұйымы мүгедектердің құқықтары жөнінде комитетінің ұсынымдарын ескере отырып, 2030 жылға дейінгі инклюзивті саясат тұжырымдамасын жобасын әзірледі. Құжат қолданыстағы заңнаманың нормаларын Біріккен ұлттар ұйымы мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны сәйкес келтіруге, Қазақстанда ерекше қажеттілігі бар адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге және қорғауға бағытталған. Атап айтқанда, тұжырымдама жобасында Біріккен ұлттар ұйымының тіршілік әрекетінің барлық салаларында теңдік пен кемсітпеуді қамтамасыз ету және кедергісіз ортаны қалыптастыру жөніндегі ұсынымдар ескерілген. Тұжырымдама жобасында кемсітпеушіліктің кез келген түрін болдырмау мақсатында әртүрлі заңдар мен нормативті құқықтық актілерге одан әрі түзетулер енгізу көзделеді. Бұл процеске Қазақстан Республикасының барлық мемлекеттік органдар тартылатын болады. Кедергілерді жою мен елімізде мүгедектігі бар адамдардың толыққанды өмір сүруі үшін қажетті жағдайлар жасау жұмыстың нәтижесі болып табылады.